Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай ерекше болып шығатын шах палаудың жасалу рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді, керемет болып шығады. Наны қышырлап, дәмі өте әдемі болып шықты. Ішіне сарымсақ та салған болатынмын. Сарымсағы да жұмсақ, дәмді болды. Бұл бізге палауға дәм беруге керек болады. Ең алдымен біз қамырымызды илеп аламыз. Жылы сүтімізге бір қасық дрожжымызды салып араластырып аламыз. Одан кейін бір қасық тұзымызды салып жібереміз. Бір қасық шекерді саламыз. 2 жұмыртқаның ағын қосатын боламын. Бөлме температурасында тұрған маргаринімізді қосып жіберіп, жақсылап араластырып, әдемі қамыр илейміз. Қамырымыз қатты да жұмсақ та болмау керек. Орташа қылып илеп қоятын боламыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте пайдалы, қолжетімді рецептермен бөлісетін боламын. Сол кезде алғашқы болып өзіңіз қарайтын боласыз. Қамырымызды илеп қойып, 10-15 минутқа бетін пакетпен жауып бір шетке қойып қоямыз. Одан кейін пиязымызды, сәбізімізді турап дайындап алатын боламыз. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден алсаңыздар болады. Және де сол жаққа қажетті сілтемелер тастап кетемін. Өзіңізге қажет сілтеме болса, видеоларым болса, соларды көрсеңіздер екен. Барлығын дайындап алғаннан кейін қазанымызға майымызды құйып, майымызды қыздырып алатын боламыз. Ең алдымен етімді қуырып алатын боламын, қып-қызыл қылып. Сіздер де қып-қызыл болғанша қуырып алсаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Енді үстіне пиязымызды қосатын боламыз. Пиязымыз қызыл болғаннан кейін сәбізімізді қосып жіберетін боламыз. Сәбізімізде қып-қызыл болғанша қуырып алатын боламын. Сәбізіміз қып-қызыл болғаннан кейін суын құйып, бір 10-15 минутқа қайнатып алатын боламыз. Қазанымыз қайнап жатқан кезінде күрішімізді жуып, тазалап алатын боламыз. Тап-таза қылып, сонымен бір қайнатып жіберіп, осылай дымдап қоятын боламыз. Жарты сағат дымдалып тұрған кезде біз қамырымызды жайып дайындайтын боламын. Қамырымды осылай 2 бөлікке бөліп аламын. Біреуін кішкене үлкендеу етіп, біреуі сәл кішілеу болу керек. Сонымен қамырымызды жақсылап дөңгелек етіп жайып алатын боламыз. Жайылған қамырымызды осылай тапаның үстіне қойып дайындап алатын боламыз. Астына пергамент қағазын төседім. Асты жабысып қалмау үшін сіздер де солай жасасаңыздар болады. Енді бетіне жабатын қамырымызды да дәл солай жұқа етіп жайып алатын боламын. Күрішіміз уже дайын болып қалды. Осы кезде духовканы 180 градусқа қосып қоюды ұмытпаңыздар. Печкамыз қызып, дайын болып тұру керек. Күрішімізді жақсылап араластырып жібереміз. Сонымен осы тапаның үстіне салатын боламыз. Дәмі өте ерекше болып шығады екен, жасап көрсеңіздер болады.
Бұл кезде мен бір чеснокты де салатын боламын ішіне. Чесногымыз палауға дәм беріп, өте күшті болып шықты, иісі керемет. Енді екінші қамырымызды бетіне жауып, жан-жағының барлығын бекітіп алатын боламын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бетіне сән берулеріңізге болады. Мен осылай әдемі қылып бүрмелеп шықтым. Шақпалауымыз осымен дайын болып қалды. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бетін әсемдей берсеңіздер болады. Мен үстіне күнжіт шашатын боламын. Сонымен духовкамызға 45 минут жарты сағатқа қойып қоятын боламын. Жарты сағатта асты үсті барлығы пісіп шығады. Күнжітімізді шашып алдым. Шақпалауымыз осымен дайын. 35 минутта пісіп шықты. Өте керемет. Нанының өзі қышырлап, өте керемет болып шықты. Осы менің рецебіммен жасап көруге кеңес беремін. Чесногымыз де пісіп шықты. Жасалу жолы да өте оңай. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Алдағы уақытта да өте пайдалы, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Осы шақпалауымды жасап көріп, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.